Абай орта мектебінің кітапханашысы Қасымжанова Айжан Амангелдіқызы. Оқуға құштар мектеп жобасын іске асыру мақсатында барлығын таста кітап оқимыз атты әке мен бала әңгімесінен мазмұндама айту. Ертеде шал қария баласын ертіп келе жатып, егіннен келе жатып жолдың шетінде түсіп қалған ескі тағаны көріп, балам ана тағаны ала жүр дейді. Сол кезде баласы әкесіне қарап, әке келе жатады. Сол кезде қолынан бір шие жерге түседі. Ол шиені бала жалма-жан алып аузына салады. Тағы біраз жер жүріп келе жатып, тағы бір шие қолынан түсіп қалады. Ол шиені тағы да бала алады. Сөйтіп, бір шиенің орнына, бір иілудің орнына 10 шақты рет иіледі бала. Сол кезде әкесінің тоқтап тұрып баласын айтты: балам, бұдан былай есіңде болсын, аз жұмыста қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азды қанағат ете білу керек. Жасар баласын ертіп егіне жаяу келе жатса, жолдан қалған аттың ескі тағасын көріп, әкесі айтты: анау тағаны балам ала жүр деп. Бала әкесіне сынып қалған тағаны не қылайын дейді. Әкесі үндемегеннен өзі алады да өзі іліп жүреді. Сөйтіп қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Соған әкесі қаялап 3 тиынға сатты. Біраз жол жүрген соң шие сатып отырғандардан 3 тиынға бірталай шие сатып алды. Сөйтіп оны әкесі орамалына түйіп, баласына қарамай аяңдап жүре береді. Әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бала да тым қызығып көзі жылтырып кетеді. Көп жол жүргеннен кейін әкесінің қолынан 10 шие түседі. Ол шиелерді қарап еңкейіп алып жеп жүреді. Бір кезде әкесі тоқтап тұрып айтты: көрдің бе? Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың деді. Азға қанағат жете білмесең, көптен де құр боласың деді. Бір адам 10 жасар баласын егіннен жаяу ертіп келе жатса, аттың ескі тағасын көреді. Ана тағаны балам ала жүрші дейді. Баласы не қылайын деді, ескі сынып қалған тағаны не қылайын деді. Онан біраз ол әкесі оны өзі іліп алды да жүре берді. Қаланың шетіндегі темірші ұсталарға апарып 3 тиынға сатты. Онан біраз жүрген соң шие сатып отырғандарға бірталай шие сатып алды. Әкесі орамалына түйіп алып өзі бірен баласына қарамай аяңдап жүре берді. Онан біраз жүрген соң әкесінің қолынан бір шие түседі. Онан біраз жүрген соң бір шие түседі. Әкесінің қолына 10 шақты рет шие түседі. Әкесі ең соңында тоқтап тұрып айтты: манағы таға жаман сынып едің. Енді сол тағаға алған шиенің орнына бір еңкеюдің орнына 10 еңкейдің. Мұнан былай есіңде болсын, аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен де құр боласың депті. Бір кісі егіннен келе жатып баласына айтыпты: ана жерде жатқан тағаны ала жүрші депті. Баласы әкесіне: мен ол тағаны не істейін, сынып қалған ғой дейді. Әкесі іштей ренжіп тағаны өзі алады. Содан кейін қаланың шетіндегі темірші ұсталарға барып, сол тағаны беріп 3 тиын алады. 3 тиынды дүкенге барып шие сатып алады. 3 тиынға көп шие келді. Ол шиелердің барлығын орамалға орап алды да жүре берді. Содан кейін сол шиелерді біртіндеп жей бастады. Әкесінің қолынан бір шие түсіп кетті. Ол шиені артында келе жатқан баласы қызығып жегісі келді. Жерден бағанағы шиені алды да көтеріп алып аузына сала салды. Екіншісі түсті, тағы да еңкейіп алды. Сөйтіп 10 шақты рет еңкейіп сол шиені жеді. Ең соңында әкесі баласына айтты: балам, сен аз жұмысқа ерінсең, көп жұмысқа тап боласың деді. Еріншек болма, қанағатпен балықтарын баласын ертіп егіннен жаяу келе жатады. Сосын әкесі жерден аттың ескі тағасын көріп қалады. Әкесі айтты баласына: балам, ана тағаны алып жүр, керек болады дейді. Баласы айтады әкесіне: әке, бұл тағаны не қылайын дейсіз дейді. Сосын әкесі үндемеген қалпында тұра беріп өзі іліп алып жүре береді. Сосын қаланың шетінде бір ұсталарға келеді. Сосын ұсталарға сол тағаны 3 тиынға сатады.
Содан кейін шие сатып алып тұрған дүкенге келеді. Содан кейін жаңағы 3 тиынға көп шие сатып алады. Содан кейін көп шие сатып алып, үйіне қарай шиесін жейіп келеді. Содан кейін әкесінің қолынан бір шие түсіп, баласы оны алып аузына салады. Содан кейін тағы да екінші рет түседі. Соны да тағы еңкейіп алады. Содан кейін тағы 10 шақты рет түседі. Содан кейін әкесі тоқтап тұрып айтады: балам, көрдің бе, жаңағы тағаны бір еліп алуға ерініп едің дейді. Сол шиеге сен 10 рет еңкейдің дейді. Балам, есіңде болсын. Сен егер аз жұмысты істең немесе көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білсең, көптен қорғалмайсың. Белінен жаяу келе жатса, алдынан бір аттың ескі тағасы шығады. Баласына айтты: ана тұрған тағаны балам ала жүрші дейді. Әкесі үндемей, өзі іліп алып жүре береді. Қаланың шетіне келген соң темірші ұсталар отыр екен. Сол